ықылас Алланың разылығы болмаса, амал мен ықыласты бүйтіп құстың қос қанаты деп алайықшы. Ықылас болмаса, бір қанатпен ұша алмайды ғой құс. Дәл сол сияқты ықылас барда амал жоқ та, тағы ұша алмайды да ана құс. Екеуі бір-біріне бүйтіп байланған кезде, онда ол әдемі самғайды да Раббысының құзырына дейін амалдарда. Көрдіңіз ба? Сол үшін де ықылас Алла үшін болу керек. Алла үшін болған нәрсе шаршатпайды адамды, түсініп жатсыз ба? Ол ешкім жоқ кезде де істетеді да ол амал. Біреу үшін істелген амал, ол шаршатады да өзіңді. Ол бар кезде істейсің, ол жоқ кезде нәтижесі болмаса өз-өзін тастайсың. Тастайсың соңында. Ал Алла үшін істелген нәрсе, ана бір сөз бар, ғашықтық қашықтыққа қарамайды деген сияқты. Сондай. Ол күніңді, түніңді, жүрісіңді, кез келген сәтіңді бос, қолың қылт етіп бос уақыт табылған сәтте сол махаббатпен әйтеуір Алла үшін айтылады да салауат. Тым болмаса мысалға да өлдім дегенде күніне 20 салауат айтшы пайғамбарға мысалға да. Бұны тоқтатпа сен. Әдетің болсын. Әдетің болсын. Сүйген амалың болсын. Айтады, таңертең кім маған 10 салауат айтса, кешкісін жатарда 10 салауат айтса, менің шапағатым уәжіп болады дейді. Міндетті болады дейді. Қарасаңшы, енді сенде қиналатын не жоқ қой ертең Құдай қаласа. 10 салауатың бір 10 секундта айтылатын шығар енді. 10 секунд, біздікімен 10 секунд, 20 секунд кетеді ғой.